Қалай болғанда да жаңағы күшті құрылымдардың басшыларын орнынан алғанымен, олардың бір-екеуін басқа облыстарға дәл сол сияқты қызметке тағайындалды. Яғни бұл жерде соншалықты бір коррупциялық, жемқорлық составляющий элементтер бар деп ойламаймын осы жерде. Сондықтан әлде бір талаптарға байланысты шығар. Мәселен, жаңа соңғы кезде Маңғыстау облысында тұрғындардың наразылығы көбейіп кетті, мұнайшылардың наразылығы көбейіп кетті, соған байланысты болуы мүмкін. Бірақ енді мен өзім ойлаймын, қалай болғанда да бұл жерде облыс әкімін ауыстыру мәселесі сол Маңғыстаудағы тұрғындардың, халықтың бір аптығын басуға арналған бір әрекет деп өзім ойлаймын. Әйтпесе Ноғаев сияқты мемлекеттік басқарушы, управленец дейді ғой, ондай азаматтар бізде көп емес. Министрліктен өткен, региондарды басқарған, жастайынан мемлекеттік басқару істеріне қатысқан азамат, бұл өте тәжірибелі жігіт. Сондықтан менің ойымша, оған да осы бірер уақыттан кейін тиісті бір қызмет берілетін шығар деп ойлаймын.